Оңтүстік Қазақстан облысында мақта тоқыма кластері жаңа серпін алды. 4 жылдай тоқтап тұрған Шымкенттегі екі бірдей тоқыма фабрикасы Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің сауықтыру жоспары арқасында жұмысын қайта жандандырды. Тоқыма фабрикалары келесі жылға да жететін шикізат Оңтүстік Қазақстан облысында өсірілген мақта талшығымен қамтамасыз етілді. Бұл жоба мақта еккен диқандардың өніміне де сұранысты арттырады. 30 жылдай осы кәсіпорында жұмыс істеген Ботагөз Испанова соңғы 3 жылда үйінде жұмыссыз отырыпты. Енді өз цехына келіп, қайтадан мата шығара бастады. Фабрика жұмысының қайта жанданғанына қуанышты. Айлығыңды алып тұрғаннан кейін, бала-шағаңның қарны тоқ болғаннан кейін, немерелерің алдыңнан жүгіріп, апа деп жүгіріп шыққаны, соның өзі адамға бір үлкен мәртебе, бір ғанибет қой. Жұмыс істегеніме мен қазір өте қуаныштымын. Мұндай көңіл күй қос бірдей фабрикада жұмыс істейтін 1,5 мыңдай адамның бойында бар. Шикізат бағасының көтеріліп, әрі құбылмалы болып тұрғанынан, осыдан 4 жылдай бұрын кәсіпорын жұмысын тоқтатқан еді. Енді Қазақстан инвестициялық қоры сауықтыру жоспарын жасап, 18 мың тоннадай мақта талшығын сатып алуға жағдай жасады. Осы жылы біз уже басқа да мекемелермен, мақта өңдеу зауыттарымен келісімге тұрып, жылдық өнімді сатып аламыз деген ойдамыз. Сонымен ең басты проблема, шикізат проблемасы шешіледі деген ойда. Келесі жылы екі тоқыма фабрикасы 17,8 мың тонна иірілген жіппен 8,4 миллион метр болатын мата шығармақшы. Оған толық мүмкіндік бар. Дайын өнімнің 30%-ын ішкі нарықта, қалғанын шетелге сатады. Бұл елбасы жолдауында айтылған кәсіпкерлікке көрсетілген үлкен көмек. Біздің ойымызша, елбасы жариялаған өзінің жолдауында жаңа экономикалық саясат және осындай қиын уақыттарда жасалынып әлемдегі болып жатқан экономикалық дағдарысқа қарсы жариялаған шараларға біздің де осы жобамыз өзінің үлесін қосатын болады деп ойлаймын. Тоқыма фабрикаларын дайын өнімдерін сатып алатын фирмалар да бар. Темір жол компаниясы Ақжайма, ал отандық бір кәсіпорын жұмысшыларына арнайы киімді алуға ұзақ мерзімге келісім шарт жасасыпты. Әбдез Рахманұлы, Ерболат Әбішев, Шымкенттен.